1949 жылы Сталиннің 70 жылдығы құрметіне сол кездегі Қытай көсемі Мао Цзэдун Мәскеуге келіпті. Соғыстан кейінгі ауыр жылдар. 4 жылға созылған соғыста Кеңес одағының 20 миллион жауынгері қаза тапқан. Мыңдаған қирап қалған қалалар мен селолар әлі қалпына келе қоймаған. Ерлер аз, ауыр жұмыстарды әйелдер атқарып жатқан кез жұмысшы күші жетіспейді. Соны көрген Мао Сталинге: «Біз сіздерге 100 мың Қытай жұмысшысын көмекке берейік. Қираған шаруашылықтарыңды тез қалпына келтіреді» деп ұсыныс айтады. Сонда Сталин: «Спасибо, товарищ Мао. Нам такая мирная оккупация не надо» деп жауап беріпті. Сосын шекарашыларға шекарадан Қытай адамы түгіл бір шыбын өтпесін деп бұйырыпты. Ал бұған не дейсіздер? Бүгінде біз болсақ, көрер көзге бейбіт оккупацияға жол беріп отырмыз. Енді біздің саясаткерлерге сабақ боларлық тағы бір оқиғаны айталық. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары солтүстік Вьетнам мен оңтүстік Вьетнам арасында бірнеше жыл бойы қырғын соғыс болды. Оңтүстік Вьетнамға Америка көмектесті. Солтүстік Вьетнам социалистік қоғам құрып жатқан. Компартия көсемі Хо Чи Мин көмек сұрап Москва мен Пекинге барып келіп, министрлер мен әскер басыларын жинап кеңес өткізеді. Ол кеңес одағының қаржымен қару беретінін, бірақ жаяу әскер бере алмайтынын, ал Қытай болса қаруға қоса 1 миллион солдат беруге дайын екенін айтып, қайсысының көмегін алайық деп сауал тастайды. Сонда олар іргедегі әрі қару, әрі әскер береміз деп отырған Қытай көмегін алайық деседі. Хо Чи Мин оларды тыңдап болып: «Ертең соғыс біткен соң, кеңес одағы берген барлық қару-жарақтар өзімізде қалады. Сосын мыңдаған әскери кеңесшілері еліне қайтады, ал Қытайдың 1 миллион солдатына тағы да 1 миллион қызмет көрсететін адамдар қоса келеді. Оның бәрін ертең елден шығара алмаймыз, осында қалып қояды. Сондықтан кеңес көмегін алғанымыз дұрыс. Адам шығынымыз көп болады, бірақ отанымызды, мемлекетіміздің тұтастығын сақтап қаламыз» деп шешім шығарады. Не деген кемеңгерлік, е? Осыны оқығанда біздің мемлекет басшыларымыз да осындай патриоттық позиция ұстанса ғой деп жанарыма жас үйірілді. Кеңес одағының көмегімен Вьетнам жеңіске жетті. Америка ықпалындағы оңтүстік Вьетнамның астанасы Сайгонды азат етіп, қос Вьетнам қосылып, бір тұтас мемлекет болды. Бөрлі байрақ парақшасынан алынды. Оқыған Қуат Ахметжанов.